Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен, қасиетті Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы осы Құрбан айт мерекесіне арналып отыр. Жалпы Құрбан айт дегеніміз не, оның маңыздылығы, шариғи тұрғыдан қасиеті қандай, және де Құрбан айт мерекесін қалай өткізу керек, құрбандыққа шалынатын мал қандай болу керек деген сынды көптің көкейінде жүрген сауалдарға бүгін біз бағдарламамыздың барысында жауап іздеп көретін боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағын таныстырып өтейін. Атырау қаласындағы Анашым мешітінің бас имамы Айдын Серікбаев. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Альхамдулилля, шүкір. Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Әмин, баршамыз құтты болсын. Осы Құрбан айт мерекесіне ниеттеніп жатсыздар, құрбан шалуға да Алла тағала осы шалған құрбандықтарыңызды қабыл етсін. Әмин, баршамыздан. Енді Айдын мырза, жалпы көптеген адамдардан сауалдар келіп жатады, әлеуметтік желіде былай да жалпы құрбан айт турасында сауалдар көп, әрине жақындағанда одан сайын көбейіп жатыр. Құрбан айттың алдында Арапа күні келеді. Жалпы енді осы Арапа күніне байланысты да жалпы көптеген сауалдар келеді. Жалпы енді шариғатымызда бұл күні ораза ұстаған абзал деп айтылып жатады. Осы турасында айтып кетсеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келетін хадисте кімде-кім сол Арапа күні ораза ұстайтын болса, оның өткен жылғы мен осы жылғы күнәлар аралығында күнәлары, кіші күнәлар кешірілу үміт етіледі дейді. Сол себепті ғалымдарымыз жалпы осы амалды сүннет санайды, мұстахаб санайды, Арапа күні ораза ұстау. Ораза ұстау. Енді осы жылы жұмаға сәйкес келіп тұр. Қазір көп сұрақтар, енді жұма күні, тек қана жұма күні ораза ұстау біздің ханафи мазхабы бойынша мәкрух деп келеді ғой. Ал енді бұл Арапамен ерекшеленіп тұрғаннан кейін Арапа оразасы басым түскендіктен Арапа күні ораза ұстау сүннет деп аламыз. Яғни жұма күнге келсе де ұстау керек. Жұма күнге келсе де ұстаймыз. Бір күн болса да сол жаңағы жұма күні болса да ұстаймыз. Енді жалпы осы Құрбан айт мерекесінің басы айт намазымен басталады. Яғни Құрбан айт намазымен бірінші күні. Жалпы осы айт намазына тоқталып кетсеңіз, оның шариғатымызда маңыздылығы қандай және ол қалай оқылады сол жөнінде айтып кетсеңіз. Шариғатымызда айт намазының оқу үкімі уәжіп. Яғни үкімдер бар ғой, парыз, уәжіп, сүннет деген сияқты. Енді оның да банағы шарттары бар, белгілі. Жұманың шарттары сияқты. Жұма кімдерге оқу уәжіп, жұманы кімдерге қай жерде оқу парыз, сол сияқты сондай адамдарға айт намазына келіп, айт намазын оқу уәжіп болып саналады. Енді мұсылман болу керек деген сияқты, азат болу керек, және де жаңағы намаз оқылатын. Яғни жұманың шарттары ғой. Намаз оқуға адамның жаңағы басшының рұқсаты, қала болу керек, жаңағы мешіт болу керек. Сол тұрғылықты жердегі адамдардың саны мешітке санаған кезде мешіттің ішіне толатындай жамағат болу керек. Және де имамнан бөлек 3 адам жамағат болу керек намаз оқитын деген сияқты. Сондай өзара шарттар бар. Сол шарттарға сәйкес келген жерлерге айт намазын оқу уәжіп болып есептелінеді. Биыл енді айт намазы біздің өңірімізде 6:30-да оқылады. Облысымыз бойынша. Жалпы енді құрбандық деп айтып жатырмыз. Енді құрбан айттың ең маңызды орындалатын амалдарының бірі бұл енді құрбан шалу. Яғни жалпы енді осы құрбан шалу турасында айтып кетсеңіз, жалпы құрбандыққа қандай малдар шалыну керек, оның өзіндік бір әдептері бар ма? Енді осы құрбан айт кезінде өзі аталып тұрғандай, осы күндері 3 күн бойы жасалынатын ең ізгі, ең жақсы амалдарымыз ол құрбандық шалу. Қан шығару, Алла разылығы үшін деп. Енді бұл жерде біздің шалған қанымыз, жаңағы малымыз, малдың еті, қаны ол Аллаға жетпейді. Аллаға жететіні ең бірінші біздің ниетіміз екен, амалымыз дейді. Енді құрбандық малдарына келетін болсақ, қой ешкілерден 1 жасар қой ешкі. Ал енді ірі қараға келетін болсақ, сиыр малынан 2 жастан жоғары. Ал түйе малын шалам десе 5 жастан жоғары. Сондай малдарға құрбандық шалса болады. Ал енді тағы да қойылатын сұрақтар бар. Жаңағы 6 ай толған
тоқты дейміз ғой, сол құрбандыққа жарай ма деген. Егер 6 ай толған тоқтылар болса, оның да көлемі жаңа семіздік жағынан, түр әлпеті жағынан 1 жасар қойға келетін болса, татитын болса, семіздігі, жаңа еттілігі ол кезде құрбандыққа жарай береді. Ал енді құрбандыққа жарайтын малдар, жарамайтын малдарға келетін болса, көзі соқыр, көзі көрмейтін, өте арық, жаңа құрбандық жеріне шейін өз аяғымен бара алмайтын, шалынатын жерге шейін. Сосын тістері жоқ, тістерінің көбісі жоқ. Немесе жаңағы бір мүшесі кеміс, жаңағы жұлынып қалған, кесіліп қалған, кезінде қасқыр шауып кеткен деген сияқты. Сондай бір кемістік болса мүшелерінде, осындай аталған қойлар, жалпы мал, осындай аталған малдар, сиыр болсын, қой болсын, түйе болсын, неге құрбандыққа жарамайды. Керемет. Енді осы орайда осы құрбан айтқа байланысты біздің әріптестерімізде арнайы сюжет дайындаған болатын. Жалпы ол жерде осы құрбан айт туралы халықтың пікірін біліп, қоғамның және құрбан айттың енді кейбіреулер көптен бері құрбан шалады, үйлерінде жаңағы айттап ағайын туыстар алайды деген сияқты. Осы орайда енді осы құрбан айтқа байланысты әріптестеріміз әзірлеген арнайы бейнесюжетке назар аударайық. Одан соң әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Құрбан айт мұсылмандардың ең қасиетті мерекесі. Ол ораза айттан кейін 70 күннен соң басталып, 3 күнге созылады. Бұл күндер Ұлы Меккеге қажылықпен аяқталады. Айт күндері жылқыдан басқа 4 түлікті сойып, жаратқанға арнап құрбандық шалады. Бұл мұсылмандардың негізгі міндеттерінің бірі. Енді құрбан 4 түлік малдан шалынады. Енді қой, ешкі ол бір кісі үшін шалынады. Және де ірі қара сиыр менен түйе бір кісіден 7 кісіге дейін кіші салалады. Яғни және де осы жерде ескеретін нәрсе, бір кісіден 7 кісіге дейін ірі қараны шалған уақытында барлығы ниеттері құрбан болу керек. Яғни Аллаға жақындау болу керек. Енді сол жерде құрбан шалып атқан жерде бір кісінің ниеті тек қана мен құрбан шалу емес, ниетім тек қана бір ет алу дейтін болса, онда барлық кісілердің ниеті, яғни құрбан болып есептелмейді. Тек қана жай күнде бір ет жеу үшін құрбан шалған болып қалады. Құрбан сөзі араб тілінен аударғанда жақындау деген мағынаны береді. Яғни мұсылмандар сауап жасай отырып, Аллаға жақындай түседі. Құрбан айт берекесінде тек құрбандық шалынып қоймайды. Бұл кезде ішкі ниет пен пейіл, дінге деген беріктік пен өзгелерге жанашырлығы таразыға түседі. Құрбан айтта мұқтаж жандарға көмектесу арқылы адамдар мол сауапқа кенеледі. Бұл енді бір жағынан қайырымдылық шарасы сияқты болады. Жалпы халықты болғаннан кейін, халықтың ішінде қанша ауқатты адам болса, сонша кедей адамдардың жағдайын жақсарту үшін бұл да бір Алланың бұйрығы шығарған. Сондықтан ол халық оны жақсы қабылдаған. Ал мына соңғы 30 жылда ол жиі жаңа жалпы халықтық түрді алды деген сияқты, жалпы халықтық болып кетті. Сондықтан құрбан айтты міндетті түрде шаламыз. Бұл бір жеңілдеп қаласын, бір адамдарға жақсылық жасаудың жалпы халықпен бірге жасап жатқаннан кейін бәрін көреміз ғой. Өзімізде бір міндетімізді атқардық қой деп жеңілдеп қаламыз. Құрбан айтта жамағат мал союмен ғана шектелмейді. Ренжіскен адамдардың татуласқаны жөн. Ауырып жатқан адамдардың көңілін сұрап, арнайы кіріп шығу, жетім жесір, мұң-мұқтаж адамдарға жанашырлық жасап, оларға да айттың қуанышын сездіру сауабы мол істерге жатады. Яғни бала шағасына, отбасына, сол жерде үйді безендіріп, бала өсіп келе жатқан ұрпақ, жас ұрпақ сезіну керек. Өйткені шынайы біздің нағыз мерекеміз ол құрбан айт мерекесі. Мұсылман, исі бітін мұсылманның негізі тойлау керек болған осы құрбан айт мерекесі. Екі мерекенің бірі. Ол мерекеде не істейді? Адам өзінің ең әдемі киімдерін киіп, үстіне иіс су себін себіп, көршілерін, бауырларын жаңағыдай айттап, және де ренжіп қалған мұсылмандар болатын болса, міне сол екі ренжіп қалған мұсылмандардың арасын жарастыруға ең үлкен мүмкіндік осы құрбан айт мерекесі. Қымбатты көрермен, өздеріңіз көргендеріңіздей қасиетті құрбан айт мерекесі барша мұсылман, күллі мұсылман баласының ортақ және
өте қуанышты мерекелерінің бірі деп айтамыз. Сондықтан да осы қасиетті Құрбан айт мерекесіндегі шалған құрбандықтарыңызды Алла қабыл етсін. Бүгін біздің бағдарламамыздың тақырыбы да осы Құрбан айт мерекесіне арналып отыр. Осы Құрбан айттағы әдептер және құрбан шалудың өзіндік шарттары төңірегінде бүгін біздің студиямызда қонағы Анашым мешітінің бас имамы Айдын Серікбаев мырза. Айдын мырза, жалпы енді мынау халық арасында өзіңіз де білесіз, әсіресе батыс өңірлерде шектік деген мәселе бар. Яғни ол да бір енді садақаның түрі ғой, жалпы дүниеден өткен ағайындарына, әке-шешесіне деген сияқты садақа беріп, осы Құрбан айттың алдында құрбан шалып мал сойып жатады. Енді осы төңірегінде көптеген сауалдар келеді, жалпы осы шектікке сойылған мал Құрбан айтқа союға бола ма, екеуін бірге бір мал қылып сойып жіберсек жарай ма деген сынды. Жалпы осы төңірегінде не айтасыз? Енді біздің шариғатымыз бойынша, пәтуа бойынша, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы пәтуа шығарды. Қайтыс болған кісінің атынан құрбандық шалса бола ма деген сияқты. Ол әлбетте болады. Қайтыс болған кісінің атынан артында қалған ұрпағы ізгі дұға бағыштау үшін, игі істерді, амалдарды бағыштау үшін сауабын шалса нұр үстіне нұр болады. Әлбетте оған енді артында қалған ұрпақтың жағдай жету керек. Қарызданып, қауғаланып, мен оны істеуім керек, мен бүйтуім керек, өзіне міндет қылып алмау керек. Бұлай айтқан кезде. Жағдай жақсы ма, жағдай жетіп жатыр ма, шалса нұр үстіне нұр болады. Ал енді шектікке келетін болсақ, біздің халық көбі әлі түсінбей жатыр. Жаңағыда еңбектеп, тірнектеп тапқан малын, сатып алған малын Құрбан айттан бұрын шалып жіберіп жатқан жағдайлары бар. Сосын Құрбан айт келген кезде жаңағыдай мен малымды шалып жібердім деп қарап тұрады. Мал алатын, қой алатын, сиыр алатын жағдайым жоқ деп қарап тұрады. Енді ол нәрсені алдын алу үшін, Аллаға қарсы келіп қалмас үшін жаңағы малымызды жақсылап тұрып, баптап, семіртіп, тағы да 2-3 күн. Сосын жаңа Құрбан айт күніне сақтасақ, сол кезде жаңа қайтыс болған кісіңіздің атынан, әкеңіздің, анаңыздың, атаңыздың атынан ниеттеніп шалатын болса, құрбандығы деп, иншалла нұр үстіне нұр болады. Бір оқпен 2 қоян атқандай болады екенбіз. Иншалла. Және де оның сауабын иншалла бағыштаймыз. Артынан Құран оқып, ағайын туыстар шақырт деген сияқты бір жағынан Құрбан айтты тойлатқан боламыз. Бір жағынан жаңағы аруақтарға Құран бағыштаған болады екенбіз иншалла. Өте жақсы екен, керемет. Енді Құрбан айт, жалпы құрбан шалу елімізде енді қазіргі дамыған заманның ағымына қарай да онлайн режимде және офлайн режимде де шалуға болады деп айтып жатамыз. Осыған тоқталып кетсеңіз, жалпы онлайн, офлайн режимде құрбан шалу қалай жүзеге асырылады? Осы онлайн құрбан шалу білеміз, пандемия кезінде 2020 жылы өте қиын қыстау заман болды. Халық жиналып, бір діни болсын, былай дүнияви істерін жасаудан кішкене артта қалып қойдық. Осы дамыған заманда, дамыған біздің мейлерімізді интернет желісін соны жақсылыққа пайдалануға сондай жақсы үрдістер, жақсы істер атқарылды. Ол да иншалла осы тағы да атқарылу үстінде. Бұл нәрсе жалпы онлайн құрбандық дейміз ба? Бұл онлайн құрбандық шетелде дамып кеткен. Өзіміз Түркия елінде оқып келдік. Ояқта жаңағыдай уақыф деген қорлар бар. Сол сияқты жеке-жеке қорлар бар. Солар осылай интернет арқылы төлем қабылдап, құрбандықтарын шалып, әлде қайда бізден дамып кеткен, алда дамып кеткен. Сөйтіп еттерін жаңағыдай жоғыштікке тарату. Бұл да біздің банаға онлайн құрбандық шалуымызда биылғы жылда солай былтырға 2020 жылғы сияқты жүзеге асып жатыр. Интернет құрбан 2022 сайты арқылы жасалып жатқан жайы бар. Ол сайтқа кіреді. Ол сайтта қалаған облысын, Атырау болса Атырау, Ақмола болса Ақмола деген сияқты банаға өзінің қалаған облыстарын таңдап алады. Сосын ішіне қой болса қой, сиыр болса сиыр, әрбір банаға шалғысы келген малдың бағасы бекітілген. Және де ол малға қасапшының ақысы да кіреді. Және қой малы биыл сол сайт бойынша 75 мың деп тұр. Енді қарапайым халыққа 75 мың деген жақсы баға. Себебі қазір базардағы да, нарықтағы да бағасы сол баға, орташа бағасы.
сол енді құрбандық сіз банаға интернет арқылы төлеміңіз жасап, жаңа тіркелесіз, және де сол шалынған кезде сізге видео отчет, фото отчет WhatsApp-ыңызға жіберіледі, және де сол шалынған еті құрбандық таратылады. Жоғыштықке таратылады. Жалпы құрбан айттың бір ерекшелігі, құрбандықтың ерекшелігі, мін жақтан ауқатты адам малын шалып атса, малын шалып Аллаға жақындаған үшін қуанып атса, мін жақта жағдай төмен адам банағы үйіне жақсылық келіп, ет келіп, жылулық келіп атқанына, Алладан банағы ризық келіп атқанына қуанып атады. Сөйтіп жүректер бірігетін, жүректердің бір болатын уақыттары ғой, иншалла. Өте жақсы, керемет. Айдын мырза, енді осы құрбан айтқа байланысты сауалдарымызға жауап беріп, пікір білдіріп ой бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Енді осы мереке қарсаңында тілегіңіз болса, көрермендерге айтар. Енді қадірменді жамағат, қадірменді көрермендер, Аллаху Тағала құрбан айттан құрбан айтқа баршамызға амандық берсін, елімізге тыныштық берсін, елімізді түрлі ішкі және сыртқы жаулардан, көзге көрінбейтін апаттардан, табиғи апаттардан, ашаршылықтан, аурудан, сырқаудан Алла сақтасын дейміз. Шалынып жатқан, шалынайын деп жатқан, ниет қылып жатқан құрбандықтарымызды Алла қабыл етсін. Алла отбасымызға береке берсін, ризықтарымызды кең, адалынан қылсын дейміз. Әмин, айтқаныңыз келсін. Сізге де көп рахмет айтамыз. Құрбандарыңыз, салған құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Құрбан айт мерекесі тағы да құтты болсын. Қымбатты телекөрермен, осымен бүгінгі хабарымызда аяқталды. Құрбан айт мерекесі баршамызға да құтты, берекелі болсын. Шалған құрбандықтарыңызды Алла қабыл етсін. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.